Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге кілегейлі соуспен, тауық етімен және де қозықұйрықпен жасалатын тағам түрінің жасалу жолын көрсетемін. Ресторандағыдай өте дәмді болып шығады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен қайнап тұрған суымызға макарондарымызды саламыз және де ол қайнап піскенше пісіріп аламыз. Піскен соң міндетті түрде салқын суға салып алыңыз. Келесі бізге қозықұйрықтарымыз қажет. Қозықұйрықтарымызды алдын ала тазалап аламыз. Менде алдын ала тазаланған бір сарымсақ және де бір пиязымызды дайындаймыз. Сонымен қатар тауық етімізді дайындап аламыз. Енді барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Енді қызып тұрған табамызда кезек-кезек барлығын қуырып аламыз. Алдымен тауық етімізді салып қуырып аламыз. Міндетті түрде 15-20 граммдай сары май қосып жібереміз, немесе маргарин болса да болады. Жақсылап 5-10 минуттай қуырып аламыз. Содан соң тауықтарымызды бөлек алып алып, сол майға қозықұйрықтарымызды да 5-10 минуттай қуырамыз. Міндетті түрде бұғанда 15-20 граммдай сары май немесе маргаринімізді қосып аламыз да араластырып 5 минуттай ғана қуырып алсақ жеткілікті. Және де қозықұйрықтарымызды да міндетті түрде қуырылған соң сүзіп бөлек алып аламыз. Келесі сол майға пиязымызды және де сарымсағымызды салып кішкене қызарғанша 4-5 минуттай қуырып аламыз. Ары қарай бағанағы бөлек алып қойған тауық етіміз бен қозықұйрығымызды қосып, тағы да 5 минуттай орташа отта қуырамыз. Содан соң қоюлатылған менде 33%-ық кілегей қостым. Қою болғаны дұрыс. Өте баяу отта 15 минуттай бұқтырып алдым. Мінекей 15 минуттан кейін біздің соусымыз дайын болды. Енді бағана қайнап піскен макарондарымызды салып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз да тарелкемізге салып ұсына берсек болады. Тағамымыздың үстінен пармезан немесе өзіңізде бар сырды ұнаған бетіне теркадан, яғни үкіштен өткізіп, сеуіп қосып шықсаңыздар болады. Өте дәмді дәм береді. Бұл тағам сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.